мен бұндай дәрежеде деп ойлаған жоқ едім. Қазір киятырып турысы мен өзім со әрбір шаңарақтың, әрбір қожалықтың үй атырапының тазалығынан бастап ітібар қаратып келдім да, бұл жерлерге Тамарқа мәдениеті бойынша түстік жұмыстарын алып бару керек емес екен деп ойладым. Себебі әрбір шаңарақта сол бұқаралардың Тамарқа мәдениетін уже түсініп жеткенлігін көріп жатырмын да. Қазір кіріп өткен шаңарағымызда да ұлыма Сайхунабад тәжірибесі бойынша бір қожалықта тауық бағу, қой бағу, замарық өнімдерін жетістіру, паниктен туыр пайдалану әмесі жолға қойылған. Ол мәйлі, ол мемлекеттік жұмыста болған менен де ол дарамат келтіріп, дарамат алып отырмаған деген менен со Тамарқа мәдениетінен әмде шаңарақта со бірнеше өнімді жетістіріп шығарып жатырғаны бұл шаңараққа кіретін дарамат. Қане енді әрбір шаңарақ осындай дәрежеде болса, әуесеттің турысы өзім. Семинар жүргізілді. Семинарда күйеуіңізде нелерді түйіп жатырсыз? Нелерді істесе болады ғой екен деген бір жұмақларға келіп жатырсыз ба? Әлбетте, қазір енді осы семинардан кейін районымызға барып, мен ойлап жатырмын, енді осы жерге аял қыздар белсенділерді бір көруге алып келуді режелестіріп жатырмын. Барғаннан кейін олар өздері көріп, көзіменен көріп, білгеннен кейін оларда да бір идеялар пайда болады. Барғаннан кейін әрбір шаңырақтың аял қызына осы жұмыстарды үйретсе, мен ойлаймын, Кегейлі районымызда да Тамарқа мәдениеті әдеуір дәрежеде рауажланады деп. Мен Нүкіс қаласында бұндай жерлер бар деп ойлаған жоғын, әлбетте ауыл қалаға көшіп келгендей көрініс беріп жатырды.